Бүгінгі менің қонағым ақын, журналист және де блогер Жанайдар Болатбекұлы ағамыз. Сәлем достар, бұл мен пәлен түген деген сияқты. Енді бағытым дұрыс па? Саған тек қана бір нәрсе айтам, арманыңа апарар жолда ешкім айтқан тыңдама. Әскерде қандай болдыңыз? Полда жудым, таяқта жедім, көретін нәрсенің бәрін көрдім. Саналы ақылмен қарасаң тупизм ғой енді. Раз беріп қанағыдай көтеріліске шығатын халыққа қарсы дайындаласың да. Былайша айтқанда, әскердің тілімен айтқанда гасить еттік қой біраз. Қазір неге өлең жазбай кеттіңіз? Ойдағы нәзік сәулелер деп кітаптың атын өзім қойдым. Компьютерлік ойындар ойнайсыз? GTA Vice City, GTA San Andreas, Mafia, GTA 5. Мен сол рекордты бұздым. Әзірше рекордым бір жылда 87 кітап оқыдым. Нұрлан Қоянбаев айтады ғой, максимум второй место деген сияқты. Сол екінші орында біз маңдайымыз жазып қойған. Негізі мені алдап кетті. Осы жерде бір құпияның бетін ашайын. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мансур. Балалы YouTube жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі менің қонағым ақын, журналист және де блогер Жанайдар Болатбекұлы ағамыз. Қош келдіңіз біздің жобамызға. Өзіңізді таныстырып кеттіңіз. Рахмет, Мансур бауырым. Осылай каналыңа шақырғанға өте қатты қуаныштымын. Балалы YouTube арнасынан тек қана табыс тілеймін. Қазіргі кезде жақсы өркендеп жатыр. Әрбір шығарылымын үзбей көреміз. Өзімді қысқаша таныстыратын болсам, енді Жанайдар Болатбекұлы, аудандық жаңарған өмір газетінің жауапты хатшысымын. Және ютубермін, блогермін. Жалпы өлең жазатыным бар. Ағын деп таныстырып жатсың ғой. Студент кезімізде айтыстарға қатысып, мүшелерге қатысып жүрдік. Жалпы сол. Ендеше сұрақтарға көшейік. Бірінші сұрақ, YouTube'қа не себепті келдіңіз? Жақсы, рахмет, өте жақсы сұрақ. Мен жалпы YouTube'қа келем деп ойлаған жоқпын. 2015 жылдың қаңтар айында мен телефонымда видео болып, өзімнің ұстазым, белгілі айтыскер ақын, алтын домбыраның 7-ші иегері Жансая Мусина апайымыздың өлең айтқан «Аялдама» деген өлең айтты. Соның 2-3 минуттық видеосы болып түсіріп алған. Қадыр Мырзалиев атындағы мәдениет және өнер орталығында кеш ұйымдастырдық апайымызбен. Талғат Мақи ағамыз, Айнабек Бейсенғалиев ағаларымыз бастаған. Соған көмектесіп, сұрақтар дайындасып дегендей. Одан кейін Қаһарман Зинуллин деген өзіміздің ағамыз бар, жерлес, рухани ұстазымыз. Сол кісі айтты, мынаны YouTube'қа жүктеп қою керек деп. Ол кезде YouTube туралы дым білмейсің. Одан кейін қалай канал ашу керек, қалай жүктеу керек, барлығын сұрап алдым. Ол кісіден жүктеп жібердім. Сосын 4-5 айдан кейін қарадым. Қарасам бір 30 мыңнан асқан екен просмотрлар. Комментарий деген кетіп жатыр 100-дің үстінде. Қазір ол салған видеоның просмотры 100 мыңнан асып кетті. Солай келдім YouTube'қа жалпы. Одан кейін енді түрлі жобалар бастадым. Осы 2020 жылдың аяқталайын деп отыр ғой. Шілде айынан бастап түрлі жобалар жүзеге асыра бастадым. Сұхбаттайым, біз барған мектеп, одан кейін ерекше хобби иесі, білікті бапкер, білімді ұстаз деген сәт түскен сұхбат деген сынды сондай жобалар бастап. Өйткені YouTube'да ол өзің жобаң болмаса, каналың өлі канал болып қалды. Біздер енді басында айтыс салып жүрдік, түрлі кавер нұсқадағы өлеңдер салып жүрдік. Одан кейін телеарналардың түсірген бір әзілдерін, сондай нәрселерді алып жүрдік. Бірақ қазір барлығын тазалап тастадым. Жалпы солай келдім. Енді тағы бір келу осы жобаларды ашуға себеп болған ол кішкентай балаларды қарап отырсаң, достарымыздың інілері бар, өзіміздің аға жеңгелеріміздің балалары бар. Барлығына смартфонға шұқшиып, ана GTA деген түрлі Free Fire деген ойындар бар ғой. Солардың обзорын түсіретін түрлі блогерлер бар YouTube'да. Олардың просмотрларда, олардың подписчиктері өте көп сұмдық ақша тауып отыр. Былайша айтқанда тинейджер дейді ғой, соларды байлап тастағанда сәлем достар, бұл мен пәлен түген деген сияқты. Ешқандай бір тәрбие бермейді балаларға, ешқандай бір рухани дамуына септігі тигізбейтін сондай контенттерге қарсы жұмыс істейін деп, сол белгілі адамдардан сұхбат жасап, өзім түрлі проектлер жасап, солай басталды жалпы, қысқаша. Мен сіздің сұхбаттарыңызды көріп, кішкентай балалардан кім сұхбат алады екен деп, өзім балалы YouTube жобасына аштым осылай. Енді бағытым дұрыс па?
Өте дұрыс бағытың. Саған тек қана бір нәрсе айтамын. Арманыңа апарар жолда ешкім айтқанын тыңдама. Өзің қай нәрсені дұрыс деп есептейсің, сол жолмен жүре беруің керек. Өйткені сыртынан сынайтындар, өздері істемей түрлі пікір жазатын адамдар көп болады. Олардың біреуіне де назар аудармау керек. Жалпы бағытың дұрыс. Кішкентай балалардан сұхбат алатын канал бізге өте ауадай қажет. Қазіргі кезде қазақы контентті біздер мықты етіп дамытуымыз керек. Сол жолда саған тек сәттілік тілеймін. Рахмет. Сізде хейтерлер бола ма? Если болса, хейтерлерге қандай көзқараспен қарайсыз? Енді хейтерлерге қатысты көзқарасым нашар негізінде. Олардың басты мақсаты буым туғызу, одан кейін түрлі комментарий жазылады. Бірақ олардың бір пайдалы тұсы бар да, салған видеоңды, контентіңді олар дамытады. Олар мысалы түрлі былапыт сөздер жазып жатады, боғау жазып жатады, ар-намысыңа тиетін сөздер жазып жатады. Ондай жағдайлар көп болмаса да ішінара кездесіп тұрады. Бірақ оларға дұрыс реакция таныта білу керек, мәдениетті түрде жауап беріп, ары қарай ілесіп кетпей ағынына. Өйткені жалпы көрермендер, оқырмандардың барлығы да жалпы осы YouTube каналдың иесінің әрбір жазған жауабына, мәдениеттілігіне, эфирде өзін ұстауына, соның барлығына қарайды. Егер де деген олардың ағынына ілесіп, дау-дамайға кірісіп кетіп жатсаң, онда бір жазушыларынан айырыласың. Сол себепті ондай болып тұрады, бірақ назар аудармау керек. Басты мақсатың болса, соған қарай жүре беру керек. Сіз әскерде болғаныңызды білеміз. Әскерде қандай болдыңыз? Төбелесіп, таяжып қалған кездер болды ма? Жақсы сұрақ. Әскерде болдым. Отан алдында борышымды өтедім. Тараз қаласындағы ұлттық ұлан 55-13 әскери бөлімінде қызметін атқардым. 4-ші рота, 2-ші батальон. Енді ол жақта болсаң айта алмайсың ғой. Қазір эфирде айтайын. Жалпы әскерге барып таяқ жемедім, пол жумадым деген адамдардың әңгімесіне өзім сенбеймін. Өйткені ол жақта болып келдім. Пол да жудым, таяқ та жедім, көретін нәрсенің бәрін көрдім. Сол жалпы қызық негізінде. Барып келген дұрыс деп есептеймін өзім. Университетті бітіргеннен кейін жыл-жарым жұмыс істеп, ақыл есім толығып, кәдімгідей етек-жегім жинағаннан кейін бардым. Ол да маған бір септігін тигізді. Сосын өзім жазу бағытына, журналистік бағытын көп көмектесті сол жақта. Кейбір жұмыс, ал біздерде ППС-та слушать еткенде не бар, шиткаска деген бар. Таңертең 9-да шығарады, кешкі 6-ға дейін раз негізі былайша айтқанда саналы ақылмен қарасаң тупизм ғой енді. Раз деп көтеріліске шығатын халыққа қарсы дайындаласың да. Болмаса сондай қаланың ішінде бум туса, біздерді бірінші шығарады. Сондай кезде үлкен офицерлер сен мақала жаз деп алып қалады. Сондай кезде жақсы болды деді. Былайша айтқанда, әскердің тілімен айтқанда гасить еттік қой біраз. Сіздің ақындығыңыз бар екенін білеміз. Қазір неге өлең жазбай кеттіңіз? Енді ақын деп таныстырып жатады кей кезде, жас ақын деп таныстырып жатады. Ұялып қаламын сондай кезде. Өйткені мен өзімді ақын деп есептемеймін. Ақын жанды деп те есептемеймін. Жалпы енді осы сөз өнерімен айналысқаннан кейін енді бұрында шимайладық, шатпақтадық біраз. Менен гөрі өзім туған інім бар, Жандарбек Болатбекұлы деген Жұмалов. Сол ақындау, лирика жақсы жазады. Біздікі енді сол университеттің деңгейінде ғана қалды. Бірақ енді өлең шығармауға себеп дегенде өзіңе ұнамайды жалпы. Өзіме өте талаппен қарайтын адаммын, сол себепті өзіме ұнамағаннан кейін оны оқырмандардың талқысына шығарып, оқырмандардың назарына ұсынғым келмейді. Былай өзім үшін жазып тұрамын. Енді соңғы қашан жазғаным есімде жоқ, әйтеуір жаздым. Бірақ енді сәл өзіме ұнайтын өлең бар. Әскерден келгенде, бана әскер туралы әңгіме айттық қой. Әскерден келгендегі өлең жазған бар. Соны оқып берейін. Әскерден оралғанда анашым жылап тұрды. Аманмын дегенімде бар әлем құлақ түрді. Әкешім қолымды алып құлыным жаным деді. Анашым жыламашы өткен күн сағым келді. Айта алмай көп нәрсені бір сезім тұсап қалды. Бауырым сәл жымиып жып-жылы құшақтады. Осымен бәрі бітті, шарлаймын жуық маңды. Деді анам ұйқыңнан тұр, таңғасын суып қалды. Жақсы, керемет өлең.
сіздің кітабыңыз шықты деп естідім. Ол қашан шықты және қазір бар ма? Иә, енді өзімнің ойламаған жерден шыққан кітап болды. Кітап деуге келмес, әрине, өйткені сырты қатты емес, оның ішіндегі бағанадай жазылған дүниелер, топтастырылған мақалалар, әңгімелер өзімнің де көңілімнен шықпайды. Негізі мені алдап кетті. Осы жерде бір құпияның бетін ашайын. Кітапханадағы апайлар сұратып алды. Жалпы жаңайда сенің осы жазған сызғандарың бізге керек, мақала жазғаның бар ма, әңгіме бар ма, соның барлығын бізге жібер, біз бағанадай өзіміз қолданамыз, керек болып тұр деп. Ойда ештеңе жоқ, флешкамен апарып демалыстың кезінде бергем. Осы кезге дейін жазған Жаңарған өңірге, Ұланға, Ақжелкенге, республикалық Орал өңіріне шыққан мақалаларымды, одан бөлек мен прозалық жағына жалпы әңгіме, повесть жазам өзім. Соларды апарып бергем. Одан кейін 2013 жыл наурыз айында шықты ол кітап. Ойдағы нәзік сәулелер деп кітаптың атын өзім қойдым. Енді алып алғаннан айтты, кітап шығарайын жатырық деп. Атмена беру мүмкін болмады, өйткені қол қойылып печатса болып кеткен. Кітапханаларда бар әлі күнге дейін, өзімде жоқ. Маған автор ретінде 10 данасын берді. Сол жақын жуыққа көрші-көлемге таратып бердім. Өзім үйімде сақталмаған. Кітапханада бар, барған сайын басқа жерге тығып кетуге өзім тырысам. Ауылдарда кейде көріп қалғанда ұялып атасың. Кейбір оқушылар, мұғалімдер бана оқып ризашылығын білдіреді. Сол кезде бағандай өзінде бір бойында қуаныш сезімі кернейді. Енді алдағы уақытта 1-2 жылдың көлемінде өзім жақсы барлық жазған дүниелерін топтастырып, сырты қалың, алғы сөз жазылған жақсы жинақ шығарғым келеді. Ол ойда жүр. Жақсы, кітабыңыздың шығуына тілектеспін. Компьютерлік ойындар ойнайсыз ба? Иә, әрине, жалпы өзімді геймерлердің қатарына қосам. Өйткені оқушы кезімнен бастап компьютермен дос болдым, ойнадым, түрлі ойындардың соңына дейін жеткіздім. Атап айтсақ, GTA Vice City, GTA San Andreas, Mafia, GTA 5, енді қалаға келгенде балдармен PlayStation'ге барып тұрамыз, FIFA 20 ойнап. UFC'ді өте жақсы көремін. Сосын үзбей ойнайтын ойындарым ішінде Counter-Strike 1.6 дейді ғой, орысша баратын ойнаймын. Интернетпен де ойнаймын, ботлармен де ойнаймын. Одан бір сол кайф аламын да. Ойнағанда бір жақсы ойлар келеді. Өзім жалпы геймерлердің қатарына қосам. Әлі күнге дейін ойнаймын. Енді оқушылар ойнайтын андай Free Fire'ларды ойнамаймын. Сол өзімнің оқушы кезімдегі ойындарды жазып алып, әлі күнге дейін ойнап тұрамын жалпы. ОБТ-ға дайындалған кезде ойындардан қол үзген емеспін. Өйткені ұстазымыз болды, айтты, ойын ойнаңдар, миларын демалтыңдар деп. Сол кісінің сөзі қатты өтті, Гүлсара Жасқаламқызы деген менің сынып жетекшім. Сосын бірде үйге келіп, ОБТ-ға дайындалады деп ойлайды үйдегілер. Үйдегілер базардан келді, сосын әке сұрақ қойып отыр да, балам, ОБТ-ға дайындалмайсың ба тестқа деп. Сосын жауап бердім әкеме. Апай ойна деп айтты деп. Сол әлі күнге дейін айтады әкем, ұялып қалам сол кезде. Жалпы ойнаған жақсы көремін мен. Ойын ойнағанды. Мультфильм көремін, одан кейін ойыннан бөлек. Мына Pixar'дың түсірген мультфильмдерін жібермеймін жалпы. Сосын осы жасқа келгенше ойын ойнайсың, осы жасқа келгенше неге мультфильм көресің, құттай баласың ба деген адамдардың сөзіне өзім түсініспеушілік танытамын, түсінбеймін мұндай адамдарды. Ол да өнер, ол да бір адамның жалпы рухани бір ләззаты ғой енді. Ойынсыз білмеймін, өмірімді елестемеймін жалпы. Ойынға арнап тұрамын тұрақты түрде уақытта. Әлеуметтік желіде сіздің жеке кітапханаңыз бар екенін көрдім. Шамамен неше кітап оқыдыңыз және соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Иә, әлеуметтік желіде кітапханам туралы жиі посттар салып тұрам. Өзімнің жеке кітапханам, кітапхана деп айтуға келмейді, жеке сөрем енді. Бірақ кітапхана деп тырнақшаның ішінде айтамын өзім. Жалпы кітапты өте көп оқыдым, санын санаған жоқпын. Бірақ та өзім статистиканы жақсы көремін. Осы жылы осындай кітапты тауысыппын, осындай ойлар түйіппін деп жазып, оны әлеуметтік желіде бөлісіп отырамын. Негізінде жалпы бір сөз бар ғой, кітапты жиі оқитын адам қатарына жатады, егер де ол жылына 52 кітап тауысса дейді. Яғни бір жылда біздер білеміз 52 апта бар. Өйткені газеттің саны 52 шығады ғой, газет тестегесін айтып отырмын. Сол 52 негізінде сол 52-ден асырса адам кітапты көп оқитын адамдардың санатына жатады екен. Мен сол рекордты бұздым, әзірше рекордым бір жылда 87 кітап оқыдым, жыл 12 айда. Соңғы енді оқыған кітабым Тұрсынжан Шапай деген әдебиеттанушы, сыншы ағамыз бар, композитор, ақын мықты.
сол кісінің таңдамалы шығармаларын оқып жатырмын. 2 том, бірінші том бітірдім, екінші томын оқып жатырмын сол. Жалпы осы жастарға, өзің сияқты інілеріме, жалпы өзімнің ортама, бауырларыма үнемі айтып жүремін. Негізі кітап оқыған адам ешқашан зиян шекпейді. Мейлінше көп оқу керек. Сосын мектеп кезімен адамның студенттік шағы деген болады, ең ғажайып шақ. Сол 2 мезгіл кітапты құныға оқитын, жата жастанып кітап кеміретін уақыты, сол уақытты құр өткізбеуге саған кеңес беремін. Енді спорт жайлы сұрақтарға келейік. Спортта қалайсыз, қандай спортқа қатысып көрдіңіз? Жалпы спорттың қай түріне де өте жақсы қараймын. Қолымнан келгенше спортпен айналысуға тырысамын. Қазіргі кезде қыстың мезгілі, енді көп спортқа өз-өзімізді турникпен, брусьямен дайындаймыз, азын-жоғын. Жалпы 5 жыл бойы тер төктім, осы дзюдо, самбо, қазақша күрестім. Бұл жағынан мақтана алмаймын енді. Өйткені аудан чемпионы болдым бірнеше рет. Облыстан максимум 2-ші орын. Нұрлан Қоянбаев айтады, максимум 2-й место деген сияқты. Сол 2-ші орында біздің маңдайымыз жазып қойған. Мүшәйра болсын, жалпы мәнерлі өлең оқу болсын, түрлі жарыстарында мен постоянно 2-ші орын алатынмын. Енді Қуаныш Шонбай 2-ші болма деп жүр ғой. Біздер сол тырнақшаның ішінде 2-ші болып қалып жүрдік. Содан кейін осы жаққа ауыстық деп өзім ойлаймын енді. Енді жақсы көремін, шаңғыда тебем, конькиде тебем, барынша айналысып тұруға тырысамын өзім. Енді мен де коньки тепкенді жақсы көрем. Менмен коньки тебуге қалай қарайсыз? Өте жақсы қараймын, қобалам. Жарысуға да болады тіпті мен коньки тебуге. Енді артпен тебем, бағанадай фигурный катаниемен айналысатын спортсмендер сияқты етіп, шуруп сияқты айналам дей алмаймын, бірақ та бір кісідей тебем, көрейік. Құрметті достар, ендеше қазір біз Жанайдар ағамызбен коньки тебуге барамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Құрметті достар, тағы да сәлем. Біз бүгін теке Жанайдар аға екеуміз мұз айдын сарайына келдік. Енді көрем қаншалықты мықты тебетінін. Кеттік. Олай кеткенде құламай, Қытай оларды мүлде көреді құлап. Қайсы екен? Саңыз жақсы болып бәрі.